Гүлзада терезені тарсылдай ұрғылаған жаңбырдың дыбысына оянды. Ұйқысы кәдімгідей қанып қалған екен. Терезені әлсіз ұрғылаған жаңбыр тамшыларының дыбысын қызықтап, шай қайнатымдай уақыт жатқан қыздың есіне бүгін Кенжебекпен бірге киноға баратыны түскенде, ұяң жүзді сүйіктісінің келбеті елестеп бір жымиып алды да орнынан тұрып төсегін жиыстыра бастады. Төсегін жинап, үсті басын ретке келтірген қыз жатын бөлмеден жуынатын бөлмеге шығып бара жатып, басқа бөлмелерге көз салып еді. Үйде ешкім жоқ екен. Шамасы ағасы жұмысқа кеткен соң, жеңгесі балаларды сабаққа жіберіп, өзі де бір жаққа шығып кеткен сияқты. Гүлзаданың өзінен үлкен екі ағасы ғана бар. Екеуі де үйлі боранды. Аналары мен әкелерінен үйелмелі-сүйелмелі шақтарында жетім қалған үш бауыр кішкентайларынан бір-бірін жетектеп өскен тұғын. Соның ішінде әрі баланың кенжесі болғандықтан, әрі екі ұлдан кейінгі жалғыз қыз болған соң, ағалары Гүлзадаға айналадағы балалардың ұрынбауларын қатты қадағалап, қарындастарын қызғыш құстай қорғайтын. Соның арқасында Гүлзада көп жетімдіктің дәмін сезіне қоймай, бұла болып бойжеткені мен үйленгеннен соң ағалары әйелдерінің бұйрықтарына бағынып, өзіне көп көңіл бөле қоймағандарына біраз уақыт келісе алмай жүргенді. Онымен өмір өз дегенін жасатады екен. Басында жеңгелерінің айдауынан шықпайтын ағаларына өкпелеп, жеңгелерінің беттеріне қарсы сөйлейтін ерке қыз, уақыт өте келе бұл өмірге де көндіге бастағандай. Ақылды болып бойжеткен қыз ендігі жерде жеңгелерімен тайталасып, оларды өзіне қарсы қоя берсе, бір күндері үйден қуылып, далада қалса ағаларының араша түсіп, өзін қорғап қала алмайтындарын сезгендіктен, соңғы кезде жеңгелерінің дегеніне көніп, кей кездері өзіне себепсіз тиісетін жеңгелеріне үнсіз қалуды да үйренді. Жуынып, шайынып болған соң Гүлзада сыртқа шығып еді. Жаңбырдан соң далада көк шөптің иісі аңқып, ауа тазарып қалған екен. Майса шөптің иісі бұрқыраған тәтті ауаны қомағайлана ішіне жұтқан қыз, шақырая жарқырап тұрған күнге бір көзін сығырайта қарап сәл тұрды да, жеңгесінің ризалығын алу керек екені есіне түсіп, үй тазалау үшін үйге қайта кірді. Күні бойы үй жинап, төсеніштерді сыртқа шығарып, қағып сілкіп алған қыз кешкі шай үстінде достарымен киноға барғалы отырғанын айтып еді. Ағасы үнсіз басын шұлғып келіскендей ыңғай білдірді. Жеңгесі үндемеді. Ағасы мен жеңгесінің қарсылық болмаған соң, кешкі тамақтың орнын асыға жиыстыра салған қыз дереу сүйіктісімен кездесуге жиналып, күндіз үтіктеп, дайындап қойған киімдерін кие жүріп, Кенжебегінің ұялшақ жүзін елестетіп, тағы бір жымиып алды. Кинотеатрдың алдына жеткенде, сәл аялдап, жан-жағына қараған қыз, анадайдан тыпыршып, білегіндегі сағатына қарағыштап тұрған сүйіктісін көріп, жымия қолын бұлғап еді. Кенжебек де Гүлзаданы алыстан танып, ұяң жүзіне қуанышты күлкі үйіріле, сүйіктісіне қарай асыға аяңдап, қос ғашық бір-бірін көптен көрмегендей елжірей амандасты. Амандасып тұрып ішкі сезімін жасыра алмаған жігіт қыздың маңдайынан иіскеп сүйіп алып еді. Жігіттің бұл қылығына ботадай көздерін төңкеріп, жымия қараған қыз еш қарсылық танытпады. Қол ұстасқан қос ғашық бір-біріне елжірей қарап кинотеатрдың ішіне кіріп кетті. Бүгін киноға келушілердің санының көптігінен театрдың фуршетінде орын да жоқ екен. Әупірімдеп орын тапқан екеуі шеткі орынға жайғасып, кино басталар сәтті күтіп отырғандары мен жүректері дүрсілдеген екі жастың әңгімелері өрбімей бір-біріне жымия қараумен ғана отыр. Сөйтіп отырғанда сүт пісірімдей уақыттан соң киноның басталар уақыты да хабарланып, қызылды жасылды киінген жастар бір-бірін итергіштей дүркірей ішке ұмтылды. Кинотеатрдан шыққан соң екі жас қол ұстасып ұзақ қыдырды. Жаңа ғана көрген кинодан алған әсерлерімен бөлісіп, шүйіркелесіп, бір-біріне елжіре қараған екеуге айда күлімдеп, бақыт тілеп тұрғандай.
бір-бірін қимай жүрген екі жас уақыттың да біраз болғанына сезінер емес. Біраздан соң түн де салқындап, Гүлзада түнгі ызғардан тоңысырай бастаған соң үйге қайтпақ болып еді. Онымен Кенжебек сүйіктісіне қимастық көзбен елжірей қарап, бүгін ата-анасы мен әпкелері көрші ауылдағы туыстарының үйіне тойға кеткендерін айтып, бірге барып жылынып алуға ұсыныс жасап, Гүлзаданың қолынан ұстап жібермей тұрып алды. Үйіне қанша асықса да, Кенжебектің өзіне деген сезіміне әбден көзі жеткен қыз, кішкене уақыт болса да Кенжебектің үйіне кіріп шығудан бас тартпай, келісімін беріп, қыз бен жігіт қол ұстасқан күйі жігіттің үйіне қарай аяңдады. Кенжебектің үйлері дәу қызыл қақпасы бар, еңселі, әдемі үй екен. Бұл үй Гүлзадалардың тұратын жыпырайған ескі үйіне қарағанда ханның сарайында еді. Үйге кірген соң тоңазып қалған денесін жылыта отырып, Гүлзада жан-жағына көз салып еді, жиһаздары да талғаммен алынып, рет-ретімен қойылғанын байқап, бұл үйдің адамдарының тұрмыс жағдайларының жоғары екенін іштей түсінді де, өзінің осындай үйдің келіні болатынына ішінен мақтаныш сезімі билегендей болды. Сол аралықта ас бөлмеге кіріп кеткен жігіт те тіске басар бірдеңелер мен ыстық шай әкелді де, қарындары ашып қалған екеуі бойларын жылытып алу үшін қонақ бөлменің ортасында тұрған үлкен дөңгелек үстел басына жайғасты. Ыстық шай ішіп, бойы жылынған соң Гүлзада Кенжебекке шайдың орнына жинауға көмектесе сала, үйіне қайтуға жиналып еді. Онымен Кенжебек сүйіктісін қимай тұрғанын білдіріп, қызды қатты құшақтап, үлбіреген аппақ тамағынан иіскелеп, қып-қызыл ернін сүйіп, құшағынан босата қоймады. Басында үйге кетуді сылтауратып, тартыншақтап тұрған қыз да жігіттің ыстық демін еріне қадалғанда бір сәт есін жоғалтқандай, жігіттің құшағына ессіз еніп бара жатты да, қатты сезімге берілген екеу жігіттің төсегіне еніп кетіп, бір денеге айналғанды. Болары болып бояуы сіңген соң ғана есін жинаған қыздың миына не бүлдіргені енді ғана жеткендей жылады. Киімдерін көкірегіне қысып, солқылдай жылаған сүйіктісін не деп жұбатарын білмей, сасқалақтап жігіт отыр. Бар болғаны жыламашы жаным, екеуміз үйленеміз, мен сені тастап кетпеймін, дей бергеннен басқа аузына ештеңе түсер емес. Таң бозарып атып келе жатқанда, көзі бұлаудай болып іскен Гүлзаданы Кенжебек үйіне дейін әкеліп салды да, тағы да құшағына қысып бетінен сүйіп кіргізіп салды. Ешкім ұйқыдан тұра қоймаған екен. Соны пайдаланған қыз жуынатын бөлмеге барып, ағызғыштың суын сырылдатып ашып қойып, ойланып біраз отырды. Ойыннан бағанағы жайт кетер емес. Өз-өзінен жиркеніп, сүт пісірімдей уақыт отырған қыз кішкенеден соң ағасының жұмысқа бару үшін ұйқыдан ерте оянатыны есіне түскен соң, орнынан тұрып, сыбысын білдірмей өз бөлмесіне өтіп кетті де төсегін салып жатып қалды. Арада бірнеше күн өтті. Кенжебек пен Гүлзада бұрынғыша кездесулерін жиілетпесе, сиректетпеді. Және кейбір күндері кездесудің соңы төсекте табысумен аяқталатын болды. Басында өкінгенімен бұл жағдай келе-келе қызға да қалыпты жағдайға айналғандай. Сондай бір күндері ұйқысын әбден қандырып оянған қыз, таңғы асын ішіп отырып, жүрегінің айнып, асқа тәбетін тартпай отырғанын сезгенде, жүрегі солқ етсе де, сүйіктісінің өзін тастамаймын деген уәдесін алғанын есіне оралып, бұл құбылысқа қатты шошына қоймады. Бірақ жүрегінің айнып, асқа тәбеті болмай жүргенін Кенжебекпен кездескен сайын қанша рет айтуға оқталса да бата алмай жүргенде, арада тағы да 2-3 айдай уақыт өткен болатын. Сол аралықта қыздың талшыбықтай бұралған белі домалана бастаған еді. Сол кезде ғана сүйіктісінен ештеңе жасырмауға бекінген қыз өзінің ауыраяқ болғанын айтқан болатын. Гүлзаданың жағдайын естігенде алғашқыда сасып қалған бозбала кішкенеден соң ғана есін жиып, «Жаным-ау, шын айтып тұрсың ба? Мен әке болам ба?
Папам мен мамама айтайын, тойымызды жасауға дайындалу керек қой. Оларды да ата мен әже болатындарына қатты қуанатын болар, деп Гүлзаданы құшақтай алды. Ал Гүлзада болса сүйіктісінің мына сөзінен кейін бақыттан басы айналып, төбесі көкке сәл ғана жетпей тұрғандай еді. Ертесі күні Гүлзада үйде болып жатқан шаң-шұң дауыстан шошып оянды. Басында дым түсінбеген қыз кішкенеден соң айқай шығарып тұрған егде жастағы әйел адамның дауысы екенін түсініп, айқайға құлақ түріп еді. Айқайдың басты себепкері өзі екенін білгенде, денесі бір ысып, бір суып қоя берді. Қайдағы бір әке-шешесі жоқ, тұл жетім менің баламнан екіқабатпын деп алдағысы келеді. Мен тірі тұрғанда мынадай үйдің қызын алдырады деп ойлайсыңдар ма? Өтірік айтып, балама тиіп алам деген арам ойларыңды іске асыра алмассыңдар. Баламнан аулақ жүрсін қайынсіңлің, деп бір әйел жеңгесіне дікілдеп тұрғанын естігенде, бұл әйелдің Кенжебектің анасы екенін түсініп, өзін қоярға жер таппаған қыздың аяқ-қолы дірілдеп қоя берді. Соның арасынша бөлмеге дүрсілдей енген жеңгесі: «Әй Гүлзада, тұр орныңнан, саған бір адам келіп тұр. Бар, алдына барып не бүлдіріп жүргеніңді өзің айт», деп тепсіне сөйлей кірді де, сілкінген күйі кері шығып кетті. Аяқ қолынан жан кеткендей мелшиіп отырған қыз жеңгесінің мына сөзінен кейін бар күшін жиып орнынан тұрды да мойны салбырап қонақ отырған бөлмеге барған еді. Манадан ашу ызасын жеңгесінен алып, енді ғана сабасына түскендей болып отырған әйел Гүлзаданы көре сала: «Сен бе Гүлзада?» деген шырақ: «Ау қарағым-ау, мынадай үйде тұрып, менің балам сенің не теңің? Әлде балама аяғым ауыр деп бәле жаппақпысың? Ол ойың іске аспайды, білдің бе? Саған балам алданғаны мен алдана қоймаспын. Құмырсқа жолыңды біл», деген. «Өз теңіңді тап шырағым, біздің әулетке сендей жоқ жітіктің қызы керек емес, аулақ жүр баламнан, салдақы», деп қайтадан бажылдап қоя берді. Гүлзада да үн жоқ. Айқайлап қыз бен жеңгесінен әбден ашуын алған әйел орнынан тұрып сыртқа беттеді. Өзі Байшикештің қатыны болып, әбден есірген бәле ме деймін, төргі бөлмеге аяқ киімін шешпестен кіріп барған екен. Әлгі әйел шығып кеткен соң, тұрған орында мелшиіп қатып қалған қызға жеңгесі жетіп келіп: «Анау әйелдің айтып кеткені рас па? Шынымен аяғың ауыр ма? Бәсе, бұл қыз күннен күнге неге домалап семіріп бара жатыр екен десем, бәрін бүлдіріп дым білмегендей болып жүрген екенсің ғой сен қыз», деп дүрсе қоя бергенде, жаңа есін жиғандай болған қыз бетін басып солқылдап қоя берді. Жеңгесі әлі бұрқылдап сөйлеп жүр. Осы жағдайдан соң ішкені ірің, жегені желім болған Гүлзада кешті әрең болдырғандай күй кешті. Кешкісін Кенжебекпен кездесер сәтті асыға күткен қыз не болса да бұл істің түйінін жігітпен бірлесіп шешуге шешім қабылдағандай. Алайда кешкісін сыртқа жиналған қайынсіңлісін көрген жеңгесі тағы дау шығарып, бөлмесіне итеріп кіргізіп жіберіп, сыртынан құлыптап тастағанымен, бұл істі бүгін қалайда шешу керек екенін ұққандықтан, терезеден қашып шығып, сүйіктісімен кездесер жерге барған болатын. Онымен әшейінде құшағын жайып, сүйіп амандасатын Кенжебектің бұрынғы арыны жоқ сияқты, басы салбырап қарсы алды. Жігіттің осы бейшара қалпынан бәрін түсінген қыз сүйіктісінің алдында солқылдай жылап отырып, сол күнге лағынет айтып, армансыз жыласа да, «Мен анамның сөзінен асып кете алмаймын», деген жігіттің міңгірлеген сөзінен басқа ештеңе ести алмай, қор болып өксігін ішіне жұтқандай күйі үйіне кері оралды. Осыдан бастап бұл шаңырақтың берекесі кетті. Жеңгесі мен ағасының қабағы бір ашылмады. Бөлек тұратын үлкен аға жеңгесі де бұл хабар жеткен бойда үлкен жеңгесі үйге күнде келіп, екі жеңгесі бөлек бөлмеге кіріп алып ұзақ сөйлесетін болды.
Әңгіменің төркіні өзі екенін сезсе де, не жайында әңгімелесіп жатқандарын ести алмаған қыз өз бөлмесінде өксігіне тұншығып, үнсіз ғана жылап жатқаннан басқаға шарасыз халде болатын тұғын. Күні бойы далаға да шығудан қалған қыз бір бөлмеге қамалумен арадағы тағы 4-5 айды өткізіп жатыр. Күннен күнге домаланып, үлкейіп бара жатқан ішін сипалай отырып, ешкімге керегің жоқ болса да өзіме ғана керексің. Сені аман есен өмірге әкелуім керек. Сен тек-тентек болма, жарай ма? Деп күбірлеп құрсағындағы сәбиімен сырласуды әдетке айналдырған қыз, сондай кезеңдерінде мынау бір жалған өмірдегі барлық қиындығын бір сәтке болса да ұмытқандай болатын еді. Бүгін Гүлзада ұйқысынан мең-зең болып ауырсынып оянды. Төсектен тұрмай, керіліп созылып жата бергісі келіп еді. Онымен шымырлап басталған ішінің ауруы біраздан соң төмен қарай тартып, қатты ауыра бастағанын сезіп, орнынан тұра ыңырси жүріп, тездетіп төсегін жиыстырды да, жуынатын бөлмеге қарай жүгірді. Толғағы басталғанын жүрегі сезген қыз, толғақ күшейгенге дейін өзін ретке келтіріп алмақ. Жуынатын бөлмеге қарай кетіп бара жатып, ас бөлмеге көз қиығын тастап еді. Үлкен жеңгесі тағы келіп, абысынды келінді екеуі күбірлесіп, шай ішіп отырғандарын байқады. Жеңгелеріне амандаса сала, жуынатын бөлмеге кіргені сол еді, одан сайын ауырсынып, еденге ыңырси отыра кетті. Қыздың оқыс шыққан дауысын естіген қос жеңгесі қосақтаса жүгіріп келгенде, Гүлзаданың түсі бозарып, ішін ұстап отыр екен. Сол жерде екеуі бірден жедел жәрдем шақырып, келген көлік қызды перзентханаға алып кетіп үлгерді. 5-6 сағаттай жаны қиналған қыз, дәрігерлердің көмегімен көзі ботадай мөлдіреген шай құярға өмір сыйлаған еді. Бәрі сәтті өтіп, сәби өмір есігін аман есен аттаған соң, Гүлзада көпшілік палатаға ауыстырылды. Ертесіне Гүлзадаға келген екі жеңгенің үлкені, ал сен қыз бесіктен белің шықпай, оң жақта отырып, ағаларың мен жеңгелеріңді қарабет қылдың. Елдің бетіне қарайтын бетіміз қалмады. Ағаларың баланы үйге әкелмесін деп саған сәлем айтып жіберді. Егер де бізді тыңдамайтын болсаң, сені үйге кіргізеді деп ойлама. Деп көптен айта алмай жүрген ойын осы жерде ашып айтып салғанда, қыздың денесін тоқ ұрғандай селк ете түсті. Бірақ шынымен де осы жағдайға түскелі ағаларының бастарын көтере алмай жер шұқып жүргендерін біліп жүрген қыз, жеңгелеріне қарсы ешбір уәж айта алмастан солқылдап жылай бергеннен басқа шарасыз еді. Жеңгелері кеткен соң да солардың айтқан сөздерін ұмыта алмай ұзақ жылады. Не істесем болады? Ағаларымның үйіне бара алмасам, баламен қайда барамын? Пәтер жалдап кетуге ақшам да жоқ. Қайда барам, деп өз-өзіне сұрақ қоюмен таңға кірпік ілмеген қыз, мұның бір ғана жауабы балапанынан бас тарту екенін ұғынған сайын өзегі өртенгендей күй кешті. Алайда қызға бұдан басқа таңдау жоқ еді. Ертесіне төсегінен тірі өлік болып оянған қыз, дәрігерге балапанынан бас тартатынын хабарлағанда, дәрігерлер мен мейірбекелер алғашқыда өз құлақтарына өздері сенбегендей қызға шошына қарағаны тын. Онымен пациенттерінің нақты шешімге келгенін білген бойда жабылып жалынғандары мен міз бақпай отырған қыздың шешімін еш өзгертіре алмай, амалдары құрып іштен күрсінді де, міне, қарашы, қандай әдемі сұлу балапан. Өскенде бұл қыз әлемнің мис аруы болғанын тұрған жоқ па? Қане көрші өзің, деп емізуге әкелген шақалақты мейірбеке Гүлзаданың бауырына қанша тықпаласа да, қыз баладан бас тарту жөнінде арыз жазуға қалам мен қағаз сұрап, міз бақпай отырып алды. Амалы құрыған мейірбеке қағаз бен қаламды қызға беріп жатып, жарайды. Онда ең болмаса соңғы рет емізіп берші деп, шақалақты қайтадан Гүлзаданың қолына ұстатқанда, қыздың 62 тамыры жібіп, омырауынан сүт сорғалай жөнелгенді. Балапанын бір қолымен демей отырып, аузына омырауын салған соң да, райынан қайтпаған қыз,
Шақалағын емізе отырып, баладан бас тарту арызын екінші қолымен жазуға кірісіп кетті. Мұның бәрінен бейхабар балапан анасының омырауын құныға соруда. Арасында шалықтап күліп қояды. Көзінің жасы сорғалап, біресе балапанына, біресе ақ қағазға тамып отырса да, сәбиден толықтай бас тарту арызын жазып бітірді де, көзінің қиығымен қызына қарап еді, қызы өзіне бақырайып қарап жатыр екен. Дәл сол сәтте шыдай алмай кеткен бойжеткен балапанын жайлап төсегіне жатқызды да, арызды тумбычкада қалдырып, перзентханадағы жеңіл желпі киімімен сыртқа ата жөнелді де, кері қайтып оралмады.